Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды және тіркелуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың қосылыстардағы элементтердің массалық үлесін анықтау тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ. Фосфор қышқылы кальций нитраты қосылыстарының салыстырмалы молекулалық массаларын есептеңдер. Бірінші есептің жауабы фосфор қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын есептейтін боламыз. Ол үшін бізге сутектің, фосфордың және оттегінің атомдық массалары қажет болады, оны периодтық жүйеден қараймыз. Осы қосылыстардағы әр элементтің атомдық массасына оның жанында тұрған индекс саны көбейтіліп жазылады. Мысалы, сутектің атомдық массасы 1-ге тең, оған 3 индексі көбейтіледі. Қосу, бізде қосылыстағы келесі элемент фосфор, оның атомдық массасы 31-ге тең, индексі 1, 31 көбейту 1 болады, және қосу, келесі элемент бізде оттегі. Оттегінің атомдық массасы 16-ға тең, ал индексі 4, яғни 16 көбейтілген 4 тең болады. 3 қосылған 31, қосылған 64, нәтижесінде 98 грамм моль шығады. Келесі қосылысымыз кальций нитраты. Бұл жақта да дәл солай әрбір элементтің атомдық массасын өздерінің индексіне көбейтіп шығасыздар. Сонда нәтижесінде бізде 164 грамм моль шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін осы кальций NO3 2, яғни жақша сыртындағы 2 индексі бізде азотқа да оттегі де тиесілі. Оның шығарылу жолын сіздерге осы жерге түсінікті етіп жазып кеттім. Екінші сұрақ. Химиялық қосылыстағы элементтің массалық үлесі қалай анықталады? Екінші сұрақтың жауабы. Массалық үлес деп химиялық қосылыстағы атом массасының бүкіл молекуланың массасына қатынасын айтады. Ол бірдің үлесімен немесе пайызбен өрнектеледі. Гректің омега әрпімен белгіленеді. Омега тең болады n көбейтілген AR бөлінген MR, немесе омега тең болады n көбейтілген AR бөлінген MR көбейтілген 100%. Мұндағы омегамыз қосылыстағы элементтің массалық үлесі, ал n дегеніміз бұл қосылыстағы элементтің атом саны. AR бұл осы элементтің салыстырмалы атомдық массасы, MR дегеніміз берілген қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасы. Үшінші сұрақ. Келесі заттардағы элементтердің массалық үлестерін есептеңдер. А-сы азот оксиді, күкірт сутек, Б фосфор оксиді. Үшінші сұрақтың жауабы А жағдайында бізде азот оксидінің құрамындағы азот пен оттектің массалық үлестерін анықтауымыз қажет. Ол үшін ең алдымен азот оксидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептеп аламыз. MR есептеген кезде нәтижесінде бізде 46 грамм моль шықты. Енді бірінші біз азоттың массалық үлесін есептейміз. Ол үшін 1 дегеніміз, яғни бізде азоттың индексі. 1-ді оның салыстырмалы атомдық массасына көбейтіп, оның салыстырмалы молекулалық массасына, яғни қосылыстың азот оксидінің салыстырмалы молекулалық массасына бөлеміз. Яғни 1 көбейтілген 14 бөлінген 46, нәтижесінде бізде 0,3 шығады, бірақ оны 100%-ға көбейткенде 30% шығады. Келесі, оттектің массалық үлесін есептейміз. Ол үшін 2, яғни оттектің қосылыстағы индексін жазамыз, және оның көбейтеміз біз салыстырмалы атомдық массасына бөлеміз қосылыстың, яғни азот оксидінің салыстырмалы молекулалық массасына бөлеміз. Яғни 2 көбейтілген 16 бөлеміз 46, нәтижесінде 0,7 шығады. Оны 100%-ға көбейткенде 70% шығады. Келесі А жағдайы күкірт сутек, және күкірт сутектің құрамындағы күкірт пен сутектің массалық үлестерін есептеу қажет. Ең алдымен біз күкірт сутектің салыстырмалы молекулалық массасын есептейміз. Есептеген кезде бізде 34 грамм моль шығады. Күкірт сутектің құрамындағы ең алдымен біз сутектің массалық үлесін табамыз.
яғни ол үшін екі индексін көбейтеміз. Сутектің салыстырмалы атомдық массасына бөлеміз күкіртсутектің салыстырмалы молекулалық массасына. Яғни 2 көбейтілген 1 бөлінген 34 тең болады 0,6-ға, оны 100%-ға көбейткенде 6% шығады. Келесі күкірттің массалық үлесін есептейміз. Ол кезде 1, яғни оның индекс саны 1-ге тең. Көбейтеміз күкірттің салыстырмалы атомдық массасына, бөлеміз күкіртсутектің салыстырмалы молекулалық массасына. Яғни 1 көбейтілген 32 бөлінген 34 тең болады 0,194-ке. Оны 100%-ға көбейткенде 94% шығады. Бұл жағдайы фосфор оксидінің құрамындағы фосфор мен оттектің массалық үлестерін есептеу қажет. Ең алдымен біз фосфор оксидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептейтін боламыз. Ол бізде 142 грамм мольге тең. Фосфордың массалық үлесін табу үшін оның 2 индексін фосфордың салыстырмалы атомдық массасына көбейтіп, фосфор оксидінің салыстырмалы молекулалық массасына бөлеміз. Яғни 2 көбейтілген 31 бөлінген 142 тең болады 0,144, оны 100%-ға көбейткенде 44% шығады. Оттектің массалық үлесін табу үшін 5 индексін оттектің салыстырмалы атомдық массасына көбейтіп, фосфор оксидінің салыстырмалы молекулалық массасына бөлеміз. Яғни 5 көбейтілген 16 бөлінген 142 тең болады 0,156-ға, оны 100%-ға көбейткенде 56% шығады. Бірінші есеп. Глюкозаның формуласы С6H12O6, сахарозаның формуласы С12H22O11. Қай заттың құрамында оттек атомының мөлшері көп? Бірінші есептің жауабы. Ең алдымен біз глюкозаның салыстырмалы молекулалық массасын есептеп аламыз. Ол бізде 180 грамм мольге тең. Енді осы глюкозаның құрамындағы оттектің массалық үлесін, яғни мөлшерін табу қажет. Ол үшін біз оның 6 индексін оттектің салыстырмалы атомдық массасына көбейтеміз және глюкозаның салыстырмалы молекулалық массасына бөлеміз. Яғни 6 көбейтілген 16 бөлінген 180 тең болады 0,153. Оны 100%-ға көбейткен кезде 53% шығады. Келесі бізде сахарозаның ең алдымен салыстырмалы молекулалық массасын есептеп аламыз. Ол бізде 342 грамм мольге тең. Осы сахарозаның құрамындағы оттектің массалық үлесін табу үшін біз оның индексін, яғни 11-ді көбейтеміз. Оттектің салыстырмалы атомдық массасына бөлеміз сахарозаның салыстырмалы молекулалық массасына. Яғни 11 көбейтілген 16 бөлінген 342 тең болады 0,151-ге. Оны 100%-ға көбейткенде 51%-ға тең болады. Бізде есептің қай заттың құрамында оттек атомының мөлшері көп екенін анықтау қажет. Біз оны анықтадық. Яғни глюкозаның құрамында оттектің мөлшері көп екен, яғни оттектің мөлшері 53%-ға тең. Екінші есеп. Құрамында 40% күкірт және 60% оттек бар қосылыстың формуласын анықтаңдар. Екінші есептің жауабы. Ең алдымен біз формуланы SXOY түрінде жазып аламыз. Келесі біз атомдардың қатынастарын табатын боламыз. Яғни X бөлінген Y деп аламыз. Бөлшек сызамыз. Бөлшектің алымына бізге берілген элементтің массалық үлесін жазамыз. Бұл жағдайда бізде 40 бөлінген, яғни бөлшектің бөліміне біз сол элементтің атомдық массасын жазатын боламыз. Яғни ең алғашқысында біз күкіртті жазып жатырмыз. Яғни күкірттің атомдық массасы 32-ге тең, сәйкесінше 40 бөлінген 32 болады. Бөлу 60 бөлінген 16. Нәтижесінде бізде 1,125 бөлінген 3,175 шығады. Енді бүтін сандардың қатынастарын алу үшін біз шыққан сандардың ішіндегі ең кіші санға барлық нәтижені бөліп шығамыз. Яғни нәтижесінде бізде шыққан ең кіші сан 1,125, оны 1,125-ке бөлеміз, 3,175-ті де 1,125-ке бөлеміз. Нәтижесінде 1 мен 3 қатынасы шығады.
1 дегеніміз x, 3 дегеніміз y. Осы сандарды әріптердің орнына қоямыз, сонда бізде SO3, яғни күкірт оксиді жауабы шығады. Үшінші есеп. Қандай да бір заттың құрамына химиялық талдау жасағанда оның 39,6% калий, 27,9% марганец және 32,5% оттектен тұратыны анықталды. Қосылыстың формуласын анықтаңдар. Үшінші есептің жауабы. Ең бірінші формуланы калий X, марганец Y, O, Z деп жазып аламыз. Енді атомдардың қатынастарын табатын боламыз. X бөлінген Y бөлінген Z тең болады. Бізде калийдікін табамыз ең бірінші. 39,6 оның массалық үлесі, бөлеміз оның салыстырмалы атомдық массасына, яғни 39-ға. Келесі қатынас 27,9, ол марганецтің массалық үлесі, бөлеміз оның салыстырмалы атомдық массасына, яғни 55-ке. Қатынасы 32,5 бұл оттектің массалық үлесі, оны бөлеміз, оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16-ға. Нәтижесінде бізде 1,100-ден қатынас 0,5 қатынас 2 шығады. Бұл атом сандары бүтін болғандықтан, бұл сандарды 2-ге көбейтіп, бүтін сандар қылып аламыз. Яғни барлығын 2-ге көбейтеміз, сонда 2-нің қатынасы 1-ге, қатынасы 4-ке шығады. Бұларды, яғни әріптердің орнына қоямыз, сол кезде калий 2, марганец O4 шығады. Төртінші есеп. Темір кені магнетиттің құрамына кіретін темір оксиді 72,41% темірден тұрады. Оксидтің формуласын анықтаңдар. Төртінші есептің жауабы. Бұл жақта да ең алғашқы формуланы жазып аламыз, оны феррум X, O, Y деп жазамыз. Бізде ең алдымен оттектің пайыздық массалық үлесі берілмеген, оны табу үшін 100%-дан азайтамыз. 72,41%-ді, нәтижесінде бізде 27,59% шығады. Бұл оттектің массалық үлесі болып табылады. Келесі атомдардың қатынасын табамыз. 72,41-ді темірдің салыстырмалы атомдық массасы 56-ға бөлеміз. Оның қатынасы 27,59-ды оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16-ға бөлеміз. Нәтижесінде 1,3-тің 1,7-ге қатынасы шығады. Осылардың ішінде ең кіші нәтижеге шыққан сандарды бөлетін боламыз. Нәтижесінде бізде 1-дің 1,3-ке қатынасы және де 3-тің 4-ке қатынасы шығады. Есептің жауабы феррум 3, O4 болады. Осымен біздің біліміңді тестер тапсырмалары аяқталды. Видеом ұнаса міндетті түрде достарыңмен бөліс және лайк, комментарий қалдыруды, тіркелуді ұмытпа.